Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің қазақ тілі сабағында Абайды оқы, Таңырқыра деген тақырыппен танысатын боламыз. Сабақтың мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайды. Тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттерінің желісі бойынша әңгіме құрастырады. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыз. Берілген QR-код арқылы немесе ссылка арқылы бейне жазбаны тыңдаңыз, кейін тапсырманы орындайсыздар. Сәлем, мен Абай Құнанбаев боламын. Мен 1845 жылы қазіргі Семей облысының Шыңғыстауында дүниеге келдім. Қазақ халқының келешегі мен рухани әлемінің мықты өкілдерінің бірі болатынымды бала кезімде-ақ сезетін едім. Мен жақсылық пен надандықтың арасындағы жұбаныш, терең ой мен ұлттық ауруды ажыратамын. Менің шығармашылығым қазақ поэзиясының алтын қорына айналған өзімнің ішкі дүниемнің сағасында да, қоғамның шындығында да болатын қарапайым, терең сезімдер мен әлеуметтік сырының күрделігі жайында. Қайшылықпен толы қуаныш пен қайғыдан тағылым алуды басты күшім ретінде қаладым. Мен қара сөздер деген еңбегімді жаза отырып, қазақ халқына терең ойлана білуді, рухани жағынан бай болуды, білімнің қаншалықты маңызды екендігін түсіндіргім келді. Мен өмір бойы өз халқымның адал ақпараты мен ұлттық салт дәстүрлерін сақтау, әрі дамыту үшін күресіп, ескілерден тағылым ала отырып, жаңа жол әзірлеуді дәріптедім. Мен өз шығармаларымда табиғаттың сұлулығын, отбасылық ерліктің маңыздылығын, адамгершілікті кездестірдім. Бір сұрақ қойғым келеді: табиғаттың сұлулығына мақала, ал адамгершілік естелігіне тартыласың ба? Міне, менің барлық шығармашылық ұстанымым осында. Екінші тапсырма: тірек сөздер, жетекші сұрақтар мен мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтаңыз. Тірек сөздер: ақын, лирик, қазақ поэзиясы, қара сөздер, рухани жағы, білім, табиғат сұлулығы. Абай Құнанбайұлы кім? Абай Құнанбайұлы қандай тақырыптарға өлеңдер жазған? Мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтаңыз. Дескриптор: тірек сөздерді анықтайды 1 балл, жетекші сұрақтарға жауап береді 2 балл, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайды 2 балл. Үшінші тапсырма: сөз тіркестерін пайдаланып, сурет желісі бойынша табиғат көрінісін 8-10 сөйлемнен тұратын әңгіме құрастырыңыз. Сөз тіркестері: жайдарлы жаз, тұманды күз, салқындаған аяз, қарлы боран, тасыған өзен, бүршік атады, боран соғады, жеміс-жидек піседі, жапырақтар сарғаяды, шық түседі, жылы шаққа ұшады. Дескриптор: тірек сөздерді қолданады 1 балл, сюжетті суреттерді қолданады 2 балл, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастырады 2 балл. Бүгінгі сабағымызды жетістік баспалдағы арқылы сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.